Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар, бұл видеода адамды жер бетіндегі бүкіл бәлекеттің барлығынан Аллахтың қалауымен сақтайтын оп-оңай бір амал туралы айтатын боламыз. Міндетті түрде көріңіздер, себебі бұл амал расында да өте оңай. Құрметті біздің арнамыздың көрермендері, бастамас бұрын Аллахтың разылығы үшін ролигімізге лайк басып, достарыңызбен WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлерде және де әлеуметтік желілерде видеомыздың сілтемесімен бөлісіп, ұнап жатса пікір қалдырып жатсаңыздар жақсы болар еді. Себебі бұл роликтердің таратылуына үлес қоссаңыздар, Аллахтың қалауымен сіздерге сауап жазылады. Лайым солай болғай, және де өтініш болсын бауырлар, роликті соңына дейін көрсеңіздер. Ал біз бастайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: кімде-кім мына дұғаны таңда және кешке 3 мәртеден қайталап жүрсе, оған жер бетінде еш нәрсе зиянын бере алмайды. Еш адам деген жоқ, еш нәрсе деді. Ол деген сөз жындар да, адамдар да, құрт-құмырсқа да еш нәрсе зиянын тигізе алмайды деген сөз. Ол дұға мынадай: Бисмиллахиллази ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил арди вала фис самаи ва хуас самиул алим. 3 реттен оқу керектігін ұмытпаңыздар, себебі хадисте солай келтірілген. Мағынасы: есімі аталғанда жердегі және көктегі ешбір нәрсе зиянын тигізе алмайтын Аллахтың атымен. Ол бәрін естуші һәм бәрін көруші. Бауырлар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам еш нәрсе зиянын бере алмайды деді ма? Демек, бұл нақты бар нәрсе. Сондықтан құрметті жақсылар, бұл хадиске үнемі амал етіп жүрейік. Осылайша Аллахтың назарында және қорғауында болайық. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.